40-шы сабақ ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану. 737-ші есеп. Есептеңдер. Бірінші, 0,8 қосу 7-ден 3. Алдымен 0,8-ді, яғни ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырайық. 10-нан 8 қосу 7-ден 3. Жай бөлшектерді қосу үшін ең үлкен ортақ бөлімге келтіреміз. 10 мен 7-нің ортақ бөлімі 7. Яғни 10-ды 7-ге, 7-ні 10-ға көбейтеміз. Сонда ортақ бөлім 7. Ал 8-ді 7-ге көбейтсек 56, 3-ті 10-ға көбейтсек 30. Сонда 56 мен 30-дың қосындысы 86. Бізде 70-тен 86 дұрыс бөлшек шықты. Бұны дұрыс бөлшекке, яғни аралас санға айналдырсақ, 1,70-тен 16-ға тең. Екінші, 3,3-тен 1 азайту 2,5. Біз жай бөлшекті, ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырайық. Яғни 3,3-тен 1 азайту 2,5-ті жай бөлшекке айналдырсақ, 2,2-ден 1-ге тең. 3 пен 2-нің ортақ бөлімі бізде 6-ға тең. Ол үшін алдымен екеуінде есептеуге ыңғайлы болу үшін жай бөлшекке айналдырайық. Яғни 3-тен 10 азайту 2-ден 5. Сонда 3 пен 2-нің ортақ бөлімі 6 болса, 3-ті 2-ге көбейтеміз, 2-ні 3-ге көбейтеміз. Сонда 20 азайту 15 тең 6-дан 5-ге тең. Келесі 738-ші есеп. Амалдарды орындаңдар. Бірінші бізге көбейту берілген. 4,9-дан 1 көбейту 4,9. Екеуінде жай бөлшекке айналдырайық. Сонда 4-ті 9-ға көбейтсек 36, оған 1-ді қоссақ 37. Көбейту 0,9 дегеніміз 10-нан 9-ға тең. 9 бен 9-ды қысқартайық. Сонда 10-нан 37-ге тең. Екінші, 27,2-ні 17-тен 2-ге көбейтеміз. Екеуінде жай бөлшекке айналдырамыз және 136 мен 17-ні қысқартатын болсақ, 17 мен 136-ны қысқартайық. 17-ге 1-ден 136-ны 17-ге бөлсек 8-ге тең. Сонда бөлімі 5, алымы 8-ді 2-ге көбейтсек 16. Сонда 3,5-тен 1-ге тең. Келесі, үшінші, 2,3-тен 1 көбейту 1,2. Екеуінде жай бөлшекке айналдырсақ, 3-тен 7 көбейту 10-нан 12. 3 пен 12-ні қысқартайық. 3-ті 3-ге бөлсек 1, 12-ні 3-ге бөлсек 4. Сонда 7 көбейту 4 алымы бөлімі 10-ға тең. 10 мен 4-ті 2-ге қысқартатын болсақ, 4-ге 2-ден 10-ға 5-тен. Сонда 5 алымында 7 мен 2-нің көбейтіндісі 14. 5-тен 14 аралас санға айналдырсақ, 2,5-тен 4. Келесі төртінші, 0,6-ны 25-тен 9-ға бөлейік. Екеуінде жай бөлшекке айналдырып, көбейтуді бөлуге айналдырамыз. Сонда 10-нан 6 көбейту 9-дан 25. 10 мен 25-ті 5-ге қысқартсақ, 10-ға 2-ден 25-ге 5-ге тең. 6 мен 9-ды 3-ге қысқартсақ, 6-ны 3-ге бөлсек 2, 9-ды 3-ге бөлсек 3. Сонда алымында 2 көбейту 5, бөлімінде 2 көбейту 3. 2 мен 2-ні қысқартайық, сонда 3-тен 5-ге тең. Аралас санға айналдырсақ, 1,3-тен 2. Келесі 5-ші, 21-ден 8 бөлінген 0,5. Екеуінде аралас жай бөлшекке айналдырып, бөлуді көбейтуге айналдырайық. Сонда 21-ден 8 көбейту 2. Сонда бізде қысқаратын бөлшек жоқ. Демек алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтсек, 8-ді 2-ге көбейтсек 16, 21-ді 1-ге көбейтсек 21. Келесі 6-шы есеп 3,5 бөлінген 4,3-тен 2. Екеуінде жай бөлшекке айналдырсақ, 2-ден 7 көбейту 14-тен 3. 7 мен 14-ті 7-ге қысқартсақ, 7-ні 7-ге бөлсек 1, 14-ті 7-ге бөлсек 2. Сонда алымы 3, бөліміндегі 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4. Сонда 4-тен 3-ге тең. Келесі 739-шы есеп, өрнектің мәнін табыңдар. Бірінші, бізде азайту және көбейту амалдары берілген. Бірінші көбейтуді орындаймыз. 11,9 азайту 2 аралас санды да жай бөлшекке айналдырамыз. Сонда 5-тен 9 көбейту 3-тен 4 тең. 9 бен 3-ті 3-ге қысқартсақ, 3-ге 1-ден 9-ға 3-тен. Сонда 11,9 азайту бөлімі 5, алымындағы 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12. Сонда 11,9 азайту 5-тен 12-ні жай бөлшекке айналдырсақ, 2,4. Сонда 11,9-дан 2,4 азайтсақ, 9,5-ге тең.
Келесі есептеулерде де дәл осылай екінші есепте алдымен бөлуді, одан кейін қосуды орындаймыз. Үшінші есепте жақшаның ішін, төртінші есепте де дәл солай жақшаның ішін, одан кейін жақшаның сыртындағы амалдар орындалады. 740 есеп теңдеуді шешіңдер. X қосу 8,11-ден 1 тең 16,1. 16,1. Енді X-ті табу үшін 16,1-ді жай бөлшекке айналдырайық. Сонда 16,1 азайту 8,11-ден 1. 10 мен 11-дің ортақ бөлімі 110. Ең алдымен бүтін бөліктерін азайтайық. 16-дан 8-ді азайтсақ 8. 10 мен 11-дің көбейтіндісі 110. Сонда 10-ды 11-ге, 11-ді 10-ға көбейтеміз. 11 азайту 10. Демек, X-тің мәні 8,110-нан